Табиғат әлеміндегі жануарлардың мінез құлқы әртүрлі. Бірі батыр, бірі жуас, ал енді бірі айлакер. Соның ішінде түлкі жайлы сөз болғанда, көпшіліктің ойына бірден қу түлкі деген ұғым келеді. Бұл тек қазақ халқына ғана тән емес. Әлем халықтарының ертегілерінде де түлкі қулық пен айланың символы ретінде бейнеленеді. Алайда бұл ұғым жай ғана ойдан шыққан ба, әлде нақты ғылыми және табиғи негізі бар ма? Осы сұраққа жауап беру үшін төмендегі 10 шынайы, ғылыми және мінез құлықтық фактіні ұсынамыз. Бұл деректер түлкінің не себепті қу деп саналатынын жан-жақты түсіндіреді. Бірінші факт: түлкінің миы жоғары дамыған. Түлкінің ми құрылымы басқа жыртқыш аңдарға қарағанда күрделірек. Оның миының маңдай бөлігінде шешім қабылдау, жоспар құру, зейін шоғырландыру мен есте сақтау процестері жақсы дамыған. Бұл құрылым түлкіге қауіпті жағдайда дұрыс шешім қабылдауға, жаңа әдістер ойлап табуға және бұрынғы тәжірибені пайдаланып, алдағы әрекеттерін жоспарлауға мүмкіндік береді. Яғни, ол жай ғана инстинктпен емес, ойлау арқылы әрекет етеді. Бұл қасиет түлкіні өзгелерден ерекше етіп, айлакер аң ретінде танылуына себеп болады. Екінші факт: жағдайға қарай тәсілін тез өзгертеді. Түлкілер қиын жағдайда тез шешім қабылдап, жаңа амалдарды қолдана алатын жануарлар қатарына жатады. Егер бір әдіспен жемтігін ұстай алмаса, ол дереу басқа тәсілге көшеді. Мысалы, бір жерде тығылып жатқан тышқанды ұстай алмаса, келесі жолы айналып барып шабуылдайды. Бұл бейімделгіштік пен икемділік қулықтың басты белгілері. Мұндай өзгергіш мінез оған тек тірі қалуға емес, басқа аңдарды алдап соғуға да көмектеседі. Сондықтан ол аңшылардың өзінде бірнеше рет жаңылыстырып, қашып кеткен жағдайлар көп кездескен. Үшінші факт: түлкі алдау әдістерін қолданады. Түлкілердің ең таңғаларлық қасиеттерінің бірі олардың алдау қабілеті. Көптеген зерттеулерде түлкілер қауіп төнгенде немесе аңшылық кезінде өз ізін жасырып, арнайы тәсілдерді қолданатыны дәлелденген. Олар артқа жүріп, ізін шатастырады, су жолымен жүреді, шөп арасына жатып алып, тыныш күтіп отырады. Бұл әрекеттер аңшыны немесе қудалаушыны адастырады. Осылайша түлкі нақты ақыл мен тәжірибе арқылы өзін қорғап, жауын жеңіп шыға алады. Бұл қасиет оны халық арасында қу деген бейнеге айналдырды. Төртінші факт: түлкі аң аулауда ерекше тәсіл қолданады. Түлкілердің аң аулау тәсілі ғылыми тұрғыда дәлелденген ерекше шеберлікпен сипатталады. Қардың астында тығылып жатқан тышқанды ол есту арқылы анықтайды. Басында бірнеше секунд қозғалмай тұрып, ол дыбысты тыңдайды. Сосын жоғары секіріп, алдыңғы аяғымен дәл сол жерге сүңгіп, жемін ұстайды. Бұл әрекет тышқан секірісі деп аталады. Ол үшін түлкі жел бағытын, қар қабатының қалыңдығын, дыбыстың бағытын есептеп отырады. Бұл таза рефлекс емес, есептелген аңшылық. Осындай дәлдік пен тәсіл оның интеллектінің жоғары екенін және нағыз қулықпен байланысын көрсетеді. Бесінші факт: ұрпағын қорғауда айлақорлық танытады. Аналық түлкілер өз ініндегі күшіктерін қорғау үшін ерекше айлаға барады. Қауіп төнсе, ол жауды басқа бағытқа қарай әдейі ертіп кетеді. Өз ізімен қайта жүріп, айналып өтіп, інді көзден таса жерге апарады. Кейде жалған ін қазып, жауды сол жаққа тартуы мүмкін. Бұл саналы түрде жасалған тактика. Яғни, түлкі өз баласын аман алып қалу үшін басқа аңды сан түрлі тәсілмен шатастырады. Бұл әрекет тек инстинкт емес, алдын ала ойластырылған стратегия болып есептеледі. Мұндай мінез тағы да оны қу деген атауға лайық етеді. Алтыншы факт: жаңа ортаға жылдам бейімделеді. Түлкілер орман, тау, дала, тіпті үлкен қалаларда да өмір сүре алады. Олар адамдардың қоқыс жәшігінен азық іздеп, еш қорықпастан күн көре береді. Мұндай бейімделу қабілеті басқа жабайы жануарларда сирек кездеседі. Қалалық түлкілер адам әрекетін бақылай отырып, қақпан мен қауіптен қалай сақтану керектігінде үйреніп алады. Азықтың қайда болатынын, қай уақытта қауіп аз болатынын түсініп, соған қарай әрекет етеді. Мұндай ақылды, ортаға бейімделгіш жануарды қу демегенде кім дейміз? Жетінші факт: жемін жасырып қайта таба алады. Түлкілер артық азықты жеп қоймай, болашаққа сақтап қою үшін әртүрлі жерге көміп тастайды. Әрбір көміп қойған орнын есінде сақтайды да, кейін қажет кезде қайта келіп, сол жерден табады. Бұл есте сақтау қабілетінің жоғары деңгейін көрсетеді. Кейбір түлкілер бір уақытта 10-нан аса азық жасырынған орынды есте сақтай алады.
Бұл оларда тек инстинкт емес, нақты есте сақтау, жоспарлау қабілеті бар екенін дәлелдейді. Міне, осындай әрекетте түлкінің қулығын дәлелдейтін нақты мысал. 8-ші факт. Адамнан қашуда тәжірибелі. Түлкілер адамнан немесе иттен қашқанда қарапайым жолмен жүрмейді. Олар ізін шатастыру үшін кері жүріп, шеңбер жасап, қалың бұтаға немесе суға түсіп кетеді. Бұл арқылы олар иісі арқылы із кесетін итті де, аңшыны да адастырады. Кейде бірнеше сағат бойы аңшыны адастырып, соңында басқаша бағытпен тайып тұрады. Бұл тек қорқыныштан туған реакция емес, саналы әрекет. Өз ізін жасырып, жауын шатастыру, шын мәнінде айлакерліктің айғағы. Мұндай әрекетке тек қулықпен әрекет ететін аң ғана барады. 9-шы факт. Дыбысты қолдануда тәсілшіл. Түлкілер қорқыныш, қауіп, аң аулау кезінде түрлі дыбыстар шығара алады. Кейде олар өздеріне назар аударту үшін ащы дыбыс шығарып, жаудың назарын басқа жаққа бұрып жібереді. Бұған қоса, түлкілер арасында да дыбыс арқылы байланыс бар. Олар ысқырып, үріп немесе қыңсылап белгілі бір белгі береді. Бұл дыбыстардың барлығы кездейсоқ емес, нақты бір мақсатқа бағытталған. Осындай коммуникациялық шеберлікпен оны мақсатты түрде қолдану да түлкінің қулығы мен тапқырлығын көрсететін тағы бір айқын белгі. 10-шы факт. Ертегі, мақал-мәтелдегі образы шындықпен сабақтас. Қазақ халық ертегілерінде түлкі әрдайым айлакер, сөзге шебер, өз пайдасын ойлайтын кейіпкер ретінде көрсетіледі. Бұл бейне жайдан-жай туған жоқ. Ата-бабаларымыз табиғатты ұзақ жылдар бойы бақылап, түлкінің мінез-құлқынан нақты тұжырым шығарған. Мысалы, қу түлкі құйрығын бұлғаңдатып құтылды деген мәтел, оның дәл осындай қасиетін сипаттайды. Демек, халықтық танымда, қазіргі ғылыми деректер де бір пікірге саяды. Түлкі расымен де қу, айлакер және ерекше ақылды жануар.